Баршаңызға сәлем, сіздермен Жанат. Бүгін мен сіздермен үй жағдайындағы 10 минутта әзірленетін керемет дәмді әрі жұмсақ болып келетін сыр жасаудың құпия рецептілерімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін өткізбей қарауларыңызды сұраймын. Себебі бұл сырдың басқа сырлардан ерекшелігі үйдің қолдың сүті болмаған жағдайда магазиннің сүтімен де жасасаңыз да тура осылай болып шығады. Каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен табаны қалың темір ыдысымызға 1 литр шикі сүтімізді құямыз. Сүт міндетті түрде шикі болуы керек. Менде үйдің сүті, егер сіздерде үйдің сүті болмаған жағдайда магазиннің сүтін қосуға да болады. 1 литр сүтімізге енді шай қасықтың жартысындай қылып тұзымызды қосып 1 рет араластырып аламыз да газ отынымызға қоямыз. Сүттеріңіз міндетті түрде қайнамауы керек. Қайнауға аз болған кезде осы заттарды қосамыз. Енді 20% 200 грамм қаймағымызды алып, үстіне 3 жұмыртқамызды қосып жақсылап араластыратын боламыз. Сүттеріңіз қайнауға аз қалған кезде осы сұйықтығымызды сүтімізге құятын боламыз. Сондықтан жұмыртқаларыңыз пісіп кетпеуі керек. Осылай жақсылап араластырыңыздар, кішкене сұйықтау болады сонда. Сол кезде барып біз сұйықтығымызды сүтімізге қосатын боламыз. Міне біздің сүтімізді құйғаннан кейін газ отында 1-2 минут тұрды. 1-2 минутта осылай сүтінен буы шығып, түтіні шығып, жылый бастайды. Сол кезде біз сүтінен ағаш қасықпен немесе силиконовый лопаткамен сүтінен қою жаңа дайындаған сұйықтығымызды қосатын боламыз. Соны жақсылап қайта-қайта араластырып тұрыңыздар. Ол міндетті түрде араластыру уақыты 3-4 минут. Араластырып жатқан кезде сіздерде осындай лопаткаларыңызда осындай түйіршіктер ақырын-ақырында пайда болуы керек. Жақсылап түбі жабыс қалмайтындай, күйіп кетпейтіндей араластырасыздар. Міне 1-2 минуттан кейін бізде осылай өзімен өзі айран сияқты болып іріткі шығады. Соны тағы да сүтін 1 рет араластырыңыздар. Тағы 1-2 минуттан кейін қойып қойыңыздар қозғалтпай. 1-2 минуттан кейін осылай сіздердің жаңағы сырымыздан сары суы бөлініп шығады. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай сіздерде де осындай айран қалыпта болуы керек. Енді астын басып газ отымыздың орташа қалыпқа қойып қоямын. Сонда осылай сүттен өзіне сары суы сібірткісі алынып шығады. Газдың орташа қалыпқа қойғаннан кейін міндетті түрде 1-1,5 минут қана тұруы керек. Енді кезекте біз жаңағы сырымызды сүзіп алу үшін осындай бинт, марлы немесе осындай сүзгіш орамалдар бар. Осындай тесік суын бөліп алу үшін осындай ыдысымызға қоятын боламыз да үстінен жаңағы дайын болған сұйық массамызды, сырымызды құятын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай сырларыңыз бірге бастады. Осылай үлкен-үлкен іріткі пайда болады да сары суымыз бөлініп қалады. Қазір сіздерге сары суын көрсететін боламын. Осылай марлымызды домалақтап алып, ендігі кезекте сары суынан толықтай суды міндетті түрде сығып аласыздар да өздеріңіздің қалаған формуларыңызға қойып үстін басып қоюды ұмытпаңыздар. Үстін басып қойғаннан кейін барып суығаннан кейін турап жіберсеңіздер де болады. Міне қазір видеода көрсетемін, мен осындай домалақ пластмассовый қалыпқа салдым, үстін бастым. Міне су бәрі шықты, ортасы нығыздалды. Міне турап көрсетіп жатырмын сіздерге. Өте дәмі нәзік, ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.